Ассаламу алейкум баршаңызға. Көп болды YouTube арнамызда жолықпағалы. Сонымен бүгін кезекте бір керемет тақырыптағы видеоны шығарғым келіп отыр. Себебі мені бұрыннан бастап осы YouTubeқа видео салып бастағаннан бері қарап келе жатқан жандарда болып көріп қалуы мүмкін деген сияқты да. Жалпы өзім соны YouTube'та 2020 жылы бастағанмын. Жалпы акция, инвестиция жайлы бастап, одан кейін трейдинг саласында тағы да соңғы уақыттарда сондай видеолар салынып бастаған болатын. Сонымен негізгі бұл жолымның басталуының негізгі уақыты 2019-дан бері басталған еді. Содан бері жалғасып келе жатыр. Сонымен әлі осы салада айналысу үстіндеміз. Үнемі даму үстіндеміз, үнемі білім алу үстіндеміз, үнемі практика үстіндеміз, үнемі тәжірибе үстіндеміз. Осы уақытқа дейін қанша жаңағы ситуациялардан, қанша рыноктың жағдайларынан қалай өтіп көрдік, әртүрлі экономикалық жағдайлардан өтіп көрдік. Соғыс болды, инфляция болды, жаңағы не болды, карантин болды деген сияқты да. Осындай жаңалықтар бар әлемдік. Сонымен осы инвестиция трейдинг саласында осымен уже 4-5 жылға қарай кетіп бара жатыр. Бұл саладан тәжірибе жинап жасап келе жатқанымызға. Сонымен бүгінгі айтқым келіп отқаны, осынша уақыттан бері жинаған тәжірибем бар, осынша уақыт жасаған практикам бар. Сонымен құрта келе, дами келе, сіздерге жалпы трейдинг саласын толығырақ айтып, және де аз суммамен трейдинг саласын бастап табыс табуға болатындығын жайлы айтқым келіп отыр. Неге? Өйткені біз бұрын өзіміздің ақшамызды қолданып трейд жасайтын едік. Дәл қазіргі сәтте өзіңіздің ақшаңызды көп рисковать етпей-ақты аз ақшамен үлкен сумма табуға болатындығын сіздерге бүгінгі видеода айтқым келіп отыр. Ол өйткені бұрын трейдингтен бастаушылар үшін алғашқы депозит табу актуальный проблема болатын. Неге? Өйткені трейдингті үйрену үшін бір ақша төлейді, и дальше оған айналдыру үшін тағы ақша керек болады деген сияқты да. Дәл қазір ондай мүмкіншілік бар. Яғни сіз өзіңіздің аз ғана минималды түрде примерно бір 15.000-16.000 теңгеңізді жұмсау арқылы, яғни 5.000 долларлық инвестиция аласыз. Ол жерде сіз кәдімгідей компаниядан сол 5.000 долларлық счетты сатып аласыз да. Сонымен дальше сол тестінен өту арқылы дальше соны управлять етіп, сонымен табыс тапсаңыз болады. Ол жерде сіз ешқандай 5.000 доллардан қарыз болып қалмайсыз. Егер де жаңағыдай минусқа кететін болсаңыз, және де ешқандай не болмайды да. Ешқандай да қарыз болып қалмайсыз, только сіз рисковать ететіңіз бағанағы 15.000-16.000 теңгеңіз ғана. Ал бұрынғы алғашқы бастайтын трейдерлер не істейтін еді? Өзінің не только 15.000-16.000 алғашқы 100 долларын салып, соны рисковать ететін еді. Кейбір кісілер енді бастай салып, өте үлкен жасайтын қателік, үлкен суммамен кіріп кетіп жатады. Яғни 1000 доллар, 2000 доллар, 10.000 доллар деп кіріп кетіп жатады. Енді ол ондай қазір мүлдем керек емес. Қазір өте үлкен мүмкіншілік трейдерлер бастаушыларға. Неге? Өйткені аз қандай суммамен алу арқылы сіз өзіңіз жаңағы компаниядан инвестиция аласыз. Еще ол жерде 15.000-16.000 теңгеңіз ғана жұмсайсыз. Еще оның өзінде этаптардан өтесіз. Сол этаптарды өткеннің өзінде де сіз бір шама практика жасап, біраз риск менеджментті, риск сақтауды, қалай жұмыс жасау керек жалпы трейдинг саласында, соны уже үйреніп кетесіз да. Ал бұрын істейтін өз ақшасы болғаннан кейін адам не істейді? Рискті дұрыс сақтамайды, жаңағыдай сөйтіп өзінің ақшасын көп рискқа жұмсап қояды да. Ал дәл қазір бұл яғни проб компания деп аталады. Проб компаниядан инвестиция алу өте актуальный, және де трейдерларға берілген Алланың қалауымен өте үлкен мүмкіншілік деп айтқым келеді. Сол арқылы уже адамдар трейдингті оп-оңай бастап кете алады. Әрине оп-оңай деген сөз ол бірден үйреніп табыс тауып кетеді дегенді білдірмейді. Ол деген жалпы мүмкіншілік. Сіз басқа бизнеспен салыстырған кезде де сіз міндетті түрде мысалы товармен айналыссаңыз, бәленбай
ақшаға товар алып, оны маркетингін жасап, жаңағы упаковкасын жасап, одан кейін сатып, доставкасын жасап деген сияқты да біраз расходтар мен уақыттар және де еңбек физический түрде болсын сондай кетеді да. Ал трейдингте сіз даже жаңа проб компанияны сатып алмай тұрып, трейдингті әбден үйренгенше, жаңа демо счет деген бар бізде, демо счетпен де жасай аласыз дегенсіз да. Ары қарай уже демо счет әрине реальный психологияны қалыптастырып бере алмайды, бірақ та примерно бастапқы бір этапын үйренуге көмектеседі. Дальше реальный ақшаның өзінде де проб компанияны қолдану ол өте тиімді болып табылады. Яғни сіз былай нәрсе да, сіз енді бастаушысыз, өзіңіздің алғашқы мысалға бізде проб компанияның $36 счеты бар. $36 сіз проб компаниядан $5000 счет сатып алады екенсіз. $5000 счет сатып алу арқылы сіз екі этаптан өтесіз. Бірінші этап сіз $5000 үстінен плюс неше $400 табыстауыңыз керек. Бұл бірінші этап. Ал уже екінші этапта не істейді екенсіз? Плюс $250 табыстау керексіз. Осы екеуін өтіп кететін болсаңыз, онда сізге реальный $5000 счет береді. Енді қараңыз, бізде статистика бойынша жалпы трейдингта табыс депозиттің 1 және 5% аралығында мүмкіндігі бар. Тіпті 1% табудың өзі өте оңай деп айтуға болады. Депозит, мысалы $5000 счетыңыз болса, 1% қанша? Ол жерде әрине ол $50 да. $50. Енді қараңыз, $5000-дан $50 табу өте оңай. Енді қараңыз, сіз бастапқыда мына жерден $36 сатып алдыңыз, одан кейін бірінші этаптың өзінде қаншама тәжірибе, қаншама жаңа уақытыңыз жұмсап, көзіңізді үйретіп, қаншама былайша айтқан кезде өте керемет мүмкіншілік ретінде жеткізгім келіп отыр да. Одан кейін бұдан өтіп алдыңыз, яғни $400 табу үшін қанша рискпен жұмыс жасау керек, соны өтіп алдыңыз. Одан кейін мынанша екінші этапында осыншалық рискпен жұмыс жасауды үйреніп алдыңыз. Содан кейін әбден тәжірибеленіп келесіз да, ақырында мына $5000 счет берілген кезде сіз мысалға бір күніне $50 тапсаңыз, сіз мына жердегі бастапқыдағы салған $36-ыңызды не істейсіз? Спокойно ақтап алуға мүмкіншілік бар екен. Но бұл әрине позитив түрде қарау керек. Қарағанда. Ал егерде сіз мүлдем риск сақтамайтын болсаңыз, ешқандай анализсіз өтірік жасай беретін болсаңыз, онда жоқ. Онда сізге ешқандай проб компания көмектесе алмайды. Ол кезде уже сіз біраз проб компанияны қайта-қайта сатып алып қалуыңыз да мүмкін. Сондықтан рискті сақтап, кәдімгідей серьезный настрой қойып жасасаңыз ғана нәтиже болады. Әрине бірінші кезекте Алланың қалауымен ниетіңізге байланысты да. Бұл жерде трейдингта жалпы өмір сүретіндер риск сақтай алатындар, ал риск сақтай алмайтындар, оларды наоборот жағдайы болып кетуі әбден мүмкін да. Енді яғни сіз бастапқыға депозитті осылай қолданып трейдингтен табыс тапсаңыз болады екен. Одан кейін уже $5000-дан кейін, бәрін өшіріп тастайын. Уже $5000-дан кейін сіз $5000 өтіп алғаннан кейін ары қарай проб компанияны алып өте берген жақсы. Әрине мынадан пайда түскеннен кейін ары қарай уже не? Сіз счеттарыңызды көбейте береді екенсіз. Ол деген қалай? $5000-лықтан сіз мысалға күніне даже айына 10% таптыңыз дейші. Айына 10% таптыңыз депозиттің. Ол дейтін уже не? $500. $500 дейтін қанша? Примерно 220 мың теңге. 220 мың теңге. Бұл дейтін біреудің зарплатасы да. Сіз яғни қосымша өзіңіздің доходыңыздан бөлік қосымша сумманы табуға мүмкіншілік бар екен. Әрине бұл тәжірибеңіз жеткілікті деген деңгейде, бірақ осынша табылады екен деп, табуға болады екен деп рисковать етудің қажеті жоқ. Но айына сіз таза плюспен шықсаңыздың өзі бастапқыда ол өте жетістік деп қабылдайтын едім. Одан кейін сіз $5000-лықтан $5000 счеттан осындай тапсаңыз, уже келесі бізде қандай счеттар бар? $10,000 счеттар бар, $25,000 счеттар бар, $30,000 счеттар бар. 30 мың деп отыр айтам. 50 мың. $50,000 счеттар бар, $100,000 счеттар бар. Енді қараңыз.
200 мыңдық, 400 мыңдық, миллион долларлық счеттар бар да. Әрине олар қымбаттырай береді, но тоже самое риски деген сияқты да. Но бастапқы үшін мынау өте керемет мүмкіншілік. 5000 долларлық, иә. Енді қараңыз, мысалға біз бағана 1 және 5% аралығында табады деп есептедік. Енді соның ішінде мысалға 100 мың долларлық, 100 мыңның 1% қанша? 1000 доллар, иә. 1000 доллар. Енді қараңыз. Бұл жерде проблема трейдингте емес, проблема бұл жерде сіздің депозитіңізде болып тұр да. Яғни 1% табу күніне ол возможно деп мен сіздерге айттым, иә. Сонда не? Бізде мынанша мүмкіншілік бар екен. Енді қараңыз, сіз мынадан бастап өте берсеңіз, сізге үлкен мүмкіншілік ашылып тұр деп. Енді әрине Алланың қалауымен сондай бола алады екен. Яғни, енді неге өтетін болсақ, осы уақытқа дейін қанша жыл айналысып келген тәжірибемнен қорытынды сіздерге түсінген нәрсем, трейдингта былайша айтқан кезде эмоция, психология өте үлкен рөл атқарады. Одан кейін бұл жерде табыс табу үшін дисциплина мен риск өте маңызды. Неге? Өйткені сіз егерде жаңағыдай өте эмоциональды адам болсаңыз, одан кейін қателікті сабақ деп қабылдай алмасаңыз, және де бір қателікті жасай беретін болсаңыз, одан кейін азартқа беріліп кететін болсаңыз, одан кейін өзіңіз қателік жасап біреуден көретін болсаңыз, одан кейін жаңағы трейдингті сіз как бизнес сауда ретінде қарамасаңыз, онда сізде трейдингтан жетістікке жету қиынырақ болады. Ал кім бұл салада ұзаққа барып жетістікке жетіп өзінің қаржылай жағдайын көтере алады, ол дисциплинасы бар, психологиясын барынша ұстай алатын, эмоциясын ұстай алатын, риск сақтай алатын, анализ жасап үйренген, тәжірибе жинап үйренген, күнде тәжірибе, күнде практика жасайтын, үнемі білімді қарастырып отыратын, және де былайша айтқан кезде өз-өзін басқара алатын адам болса, ол трейдингте жақсы табысқа жете алады. Осы уақытқа дейін әртүрлі тәжірибеден өттік, жаңағы әртүрлі рискпен де жасап көрдік, әртүрлі суммамен де жасап көрдік. Енді жалпы менің нәтижелерім қалай болып жатыр, не болып жатыр, өзің не істеп жатсың деген барлығын Instagram парақшамда Нұрбол Қалымбек деп іздесеңіздер болады. Сол жерде барлығы айтылған, барлығы көрсетілген, сол жақтан бақылап, қарап, зерттеп мені қарап көрсеңіздер болады. Шынымен де трейдинг қалай және қалай табыс табуға болады, сол туралы Instagram парақшамда айтам. Сол жалпы бүгінгі тақырыпта айтқым келгені, аз суммамен осындай бюджетте алып трейдингпен айналысуға болады екен. Енді қызық болса, жаңағы Instagramға кіріп маған жекеме жазсаңыз болады, жекеге сұрақтарыңызды қойсаңыз болады. Және де осы видеоға лайк басып, комментарий жазып, каналға жазылмаған болсаңыз жазылып өтсеңіз болады.